Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге география пәні мұғалімі Байғазиева Алма Айдарқызы. Бүгін сіздермен оқушылар жаңа бөлімді бастаймыз. Бөлімнің атауы географиялық зерттеулер, зерттеу және зерттеушілер. Сабақтың мақсаты география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы оқып білесіздер. Шоқан Уәлиханов Қазақтан шыққан тұңғыш географ, шығыстану саласы бойынша саяхатшы, этнограф. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасвардтың Сарыарқа мен Жетісуға жасаған саяхатына қатысты. 1856-1857 жылдары Тянь-Шань мен Қашғарияға ұйымдастырған ғылыми әскери экспедициясының құрамында болды. Осы саяхатта өзі болған аймақтардың өсімдіктері, жануарлары, сауда жолдарына сипаттама берді. 1858-1859 жылдары Қашғарияға жасаған саяхатында өлкенің географиялық жағдайы, әлеуметтік-экономикалық қатынастары, тарихы мен этнографиясы туралы қызықты мағлұматтар жинады. 1857 жылы Шоқан Уәлиханов Орыс география қоғамының толық әрі ең жас мүшесі болып сайланды. Шоқан Уәлиханов саяхатының нәтижелерінде Іленің арғы бетіндегі өлкенің географиялық очеркі, Жоңғария очерктері және де тағы басқа еңбектері жарық көрілген болатын. Шоқан Уәлихановтың тағы бір ерекшелігі ол үнемі күнделік жазып жүрген. Қаныш Сәтпаев геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Соғысқа дейінгі жылдарда елімізде КСРО ғылым академиясының ғылыми орталығы құру қажет болды. Осыған байланысты 1938 жылы КСРО ғылым академиясының қазақстандық базасы КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы болып қайта құрылды. Соғыстан кейінгі жылдары 1946 жылы КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы Қазақ КСР ғылым академиясы болып қайта құрылып, оның бірінші президенті болып Қаныш Сәтпаев сайланды. Қаныш Сәтпаев Жилинскиймен бірге пайдалы қазбаларға ең бай аумақ орталық Қазақстандағы мыс, қорғасын, мырыш, сирек металдар, темір және таскөмір кен орындарын зерттеді. Жезқазған мыс кен орны картасын, орталық Қазақстанның металлогенді болжау картасын құрастыруға арналған еңбектері маңызды. Жезқазған мен Балқаштағы кен металлургия комбинаттары, Ертіс-Қарағанды каналы құрылыстары, Маңғыстау түбегін, Мұғалжар мен Торғай үстіртінің табиғат ресурстарын зерттеу, Кенді Алтайдағы кен орындарының, Қаратау фосфориттерінің, Ұлытау темір марганец кен орындарының ашылуы Қаныш Сәтпаев есімімен байланысты. Николай Никитич Алматы маңындағы Тұйықсу, Үлкен Алматы, Шелек өзендерінің жоғарғы жағындағы мұздықтарды және Іле Алатауы, оңтүстік Тянь-Шаньдағы Көкшалтау мен Теріскей Алатауы жоталарындағы мұздықтарды зерттеген. Уфа Ахметсафин жерасты суларының аймақтық қалыптасу, орналасу заңдылықтарын анықтады. Алдар Горбунов ғылыми жұмыстары биік таулы тоң, мұздық селдерді зерттеуге арналған. Мұқатай Жандаев флювиалды геоморфология, өзен аңғарларының қалыптасу мәселелері, құрамы және эволюциясын зерттеумен айналысқан. Әлия Сәрсенқызы Мүследдин Өтемағамбетов, Шаяхмет Ермұхамедов жалпы білім беретін мектепке, жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтардың, оқу әдістемелік құралдардың авторлары. Шарипжан Надыров Қазақстанда дағдарысқа түскен аймақтардың экономикалық экологиясының мәселелері мен табиғи жағдайларға экономикалық баға берген. Қытай және Орталық Азия елдері арасындағы халықаралық қатынас пен геосаясат тағы басқа мәселелерді зерттеген. Құрметті оқушылар, енді алған білім негізінде келесі тапсырмаларды орындауларыңызды сұраймын. Оқулықтың 11-ші бетінде бізде кесте берілген, сол кестені толтыру керек. Ол кестеде кезеңдер, зерттеушілер, жұмыстардың нәтижесі деген бағандар бар. Тек қана екі ғана зерттеушілерге тоқталып өтсек, ол Шоқан Уәлиханов және Қаныш Сәтпаев. Келесі тапсырмамыз бұл сәйкестендіру тапсырмасы. 5 тапсырма берілген. Осы 5 тапсырманы мысалдарды
жандағы тұрған зерттеушілермен сәйкестендіру керек. Мысалыға, бірінші сұрақтың жауабы Г нұсқасы дұрыс болатын болса, бір сызықша Г деп қоямыз. Өте жақсы оқушылар, тапсырманың бәрін дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабағымызды аяқтау үшін мынадай сұрақтарға жауап беріп өтсек, яғни өзімізге өзіміз баға беріп өтсек. Бүгін мен білдім, яғни бүгін сіздер не білдіңіздер? Мен үшін жаңалық болды, сіз үшін не жаңалық болды? Және қиындықтар туғызды. Бүгінгі сабақты өту барысында, немесе тапсырманы орындау барысында қандай қиындықтар туындады? Соны өздеріңізге баға беріп өтсеңіздер. Үйге тапсырма. Егер де мен саяхатшы болсам, ары қарай жалғастырамыз. Яғни эссе жазу. Эссе 150 сөзден аспау керек. Яғни сіз саяхатшы болсаңыз, қай жерлерді зерттейтін едіңіз, немесе қандай жұмыстар жүргізетін едіңіздер, соны толықтырып өтсеңіздер. Бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.